жұмысқа тұрардың алдында зарплата сұрағанда да қыздар өздері төменірек сұрайды. Серьезно. Бізде де мысалға тәрбиеде ұл бала болса сен шаңырақтың иесі, ештеңе істеме қой. Әйел адамға қыз болса үй жинап үлгеру керек, тамақ жасап бір кішкене жауапкершілікті үлкейтіп тастайтын сияқты. Заңнама Қазақстанда бар. Еркек адам декретке шығады, және оған құқысы бар. Кремний алқабы ол өзінің жерімен, өзінің заттарымен ерекшеленбейді, ол адамның сапасымен ерекшеленеді. Қанша қазақ бар? Жиналуға өте қатты тырысамыз. Тіпті Алматыдан Кремний алқабына барсаң, ауылға барғандай қаланың динамикасы жоқ. Сөйтіп ойланып, жарайды, онда үйде жекеменшік садик ашып көрейік дедік. Ол балабақша бір отбасымен ашылған екен. Үнді елінен де келеді екен балалары. Үнді тілінде сөйлемейміз десе де ата-аналары балаға пайдасын көріп тұрғаннан кейін, балам одан да қазақша, орысша сөйлесе берсін. Бірақ сол жерде болып жатқан заттарды алып үйренсе балам деген дамиды ғой. Сәлем достар, сіздермен бүгін мен Нәрікби және бізде қонақта Арай Сабыржан, Google компаниясындағы инженер. Арай, бүгін біз не туралы сөйлестік? Біраз тақырыптарды қозғадық. Оның біріншісі әйел адамның бұл әлемдегі орны, қазақ халқының тәрбиесі, қызға деген жыныстық теңсіздіктер. Бүгінгі тақырыптар өте көп болды, бірақ солардың ішінде мысалы интервьюға дайындалу процесі және де жалпы осы Америкадағы өмір деген сұрақтарды қозғадық, өте қызық болды. Сондықтан қарап, тыңдап, бөлісіп, және де осыны қарауды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, мен Нәрікби және Нәрікби Лайф подкасты. Әдеттегідей біздің подкастымыз бастамас бұрын біздің подкаст каналымызға жазылып, арнамызға жазылып, лайк, пікір, бөлісулердің бәрін жасаймыз. Ал біз бүгін өте қызық бір әңгіме қозғамақпыз, және бүгін бізде қонақта Арай Сабыржан, қысқаша айтсам Google компаниясының инженері, біздің замандасымыз, отандасымыз, қазіргі күні Кремний алқабы, яғни Америка құрама штаттарында жұмыс істейді. Бәрін айтты дұрыс. Одан артық ештеңесі жоқ. Бүгінгі біздің негізгі қозғар тақырыптар өте көп, бірақ маған десем, Арай ханым бір қазіргі мүмкін көптеген қыздарға, әйел қауымына байланысты бір мәселелерді қозғаған келеді, және де өзіңнің жүріп өткен жолың бағана қызық. Бірақ өзіңді қалай таныстырар едің негізі? Мен бағанаға интро бермесем. Рахмет, Нәрікби. Негізі өзіңнің подкасттарыңды тыңдап көрем. Бүгін қонақ болып келіп отырғаныма қатты сеніп тұрған жоқпын. Өзім туралы айтатын болсам, есімім Арай Сабыржан, Жаркент қаласының тумасымын. Кезінде кішкентай болған кезде ата-аналарымыз Алматыға көшіп, біздің 3 ағайындымыз үйде, үшеуміздің білімімізге мән беріп, математика саласынан, бағытынан білім беруге тырысты. Сондықтан физматтарда оқып, физмат типтес мектептерде оқып, кейін университетке түсіп, IT саласына ары қарай жалғастырып, сол оқуға түстік. Өзім таныстыратын болсам, Google компаниясындағы инженер, бірақ мен өзімді инженер емес, қазір сондай бір ізденістемін, ішімде мүмкін креативті бір идеялар тұрған сияқты. Оның қайда баратынын, қандай бағытта болатынын әлі зерттеп білмедім. Сондықтан қазірге софтвер инженер at Google. Инженер неге? Жақсы мамандық. Енді мынадан бастасақ, негізі бір Google компаниясында жұмыс істейсің, қанша жыл болды? 2 жыл ғана болды. 2 жыл ғана болды. Бірақ мен айта кететін, жалпы қазір мен енді зерттеу жасамадым, бірақ енді біз білгендіктен, бірақ қанша дегенмен пайыздық көлшеммен қарасақ, қыздар все-таки инженерияда өте аз. Ол рас па? Негізі өзің пайымдауыңша. Ол рас, шынымен де бір топта 20 адам десек, оның 5-ке жуық максимум қыздар болуы мүмкін. Жақсы кейстарда. Қазіргі күнде оқу орындарында қалай екенін көргім келеді. Қазір бір тексеріп шықсам ба деген ойым бар, бірақ қазіргі жұмыс орындарда солай. 20 адамның арасында 5-4 қыз, әйел разработчиктар отырады, бағдарламалар. Айта кететін зат, біз Арай екеуміз бір университетте оқығанбыз, бірақ арамыз 2 жыл, мен 2 жыл ертерек бітірдім. Сондықтан бір университетте оқыдық, бірақ біз оқыған бағыт мұйт деп, біз IT университеттің менде де сондай болды. Мысалы 17 адам болса, бір 12-сі ұл, 14-15-сі, кейде 1 қыз, 2 қыз, 3 қыз,
сондай группалар да болды. Заман өзгеріп жатқан сияқты, бірақ қазіргі таңда инженерия, жалпы осы IT тым көп кейде фокус беретін сияқты болып көрінеді. Сол оның жақсы да жаман тұсы бар деп ойлаймын. Өйткені жақсы тұсы, әрине біз өте көп потенциал, халық ретінде мүмкін потенциалымызды арттырып жатырмыз бұл тұрғыда, бірақ жаман тұсы мүмкін кейбір мамандықтар өте көп фокус алған кезде, мысалы мүмкін білмеймін, инженер болғысы келмейтін адам инженер болып кетеді да, өйткені бағана грант мәселесі бар, оқуға түсе алмай қалады. Мысалы бір өңірден келді, айтайық бір social, бір социальный бір лифт ретінде соны қолдану мүмкін. Жақсы жұмысқа тұрғысы келеді. Запас жақсы деп тұруы мүмкін, бірақ ұнамауы да мүмкін деген секілді сондай бір тұсы бар деп ойлаймын. Өзің не ойлайсың, соны ойлайсың? Негізі инженерлік деген жақсы мамандық, себебі басынан бастап бағдарламаны қалай құру керек екенін түсінген жақсы да. Біз тек қана бір дайын тұрған бағдарламаны қолдана ғана отырған бір бөлек. Мысалға біз Қазақстанда отырып Instagram, TikTok бәрін қолданамыз. Екінші жағынан соны қалай құру керек екенін білсе, өте жақсы тәжірибе, мамандық ретінде бағаланады деп есептеймін. Және инженерліктің трендті болуы өте бірінші сұраныстың көп болуының себебі, бірақ екінші жағынан бұл деген мүмкін болашақта бір базаға айналып кететін шығар. Компьютер саласын үйренбей, білмей, мүмкін бұл әлемде қиын болуы мүмкін шығар. Сондықтан компьютер саласын, инженерлікті білген адам екінші тағы бір қосымша істермен айналысуы мүмкін, соны екеуін қосып гибридті бір продукт жасауы мүмкін. Ойым сондай, негізі бұл жерде зиян ештеңесі жоқ. Әрине адасып жатқан адамдар бар, тек қана ақша табам, тек қана жақсы жұмыста тұрам, социальный лифт табам деген бір соның жауабы осы инженерлікте жатыр деп ойлайтын адамдар болуы мүмкін. Ол адамды бақытты етпейді, адам өзі ішінен түсінеді деп ойлаймын ондай кездерді. Окей. Өзің жүріп өткен жолыңды айтсаң, мысалы сен бана білсем кәдімгі орта мектепті оқыдың, қателеспесем. Кейін IT университетке түстің, кейін бағанағы Google. Жалпы осы жолды өткен кезде, мысалы саған сен бірдеңен түсіндің ба, сен мысалы осы мамандық сенікі екенін. Өйткені мен мысалы тәжірибем бойынша білмеймін, мен түскен жылы өте көп андай балалар болды. Менікі емес екен деген сияқты бір менікі емес сияқты оқымай кеткен балалар өте көп болды. Мен бекер түспін, тағы басқа. Сенде қалай болды? Біздің егер оқу кездерін есіме алсам, көптеген группаластарымыз бұл IT-да жай жүрмін, диплом алып ата-аналарыма көрсетем, содан кейін бітіргеннен кейін жұмысымды ауыстырам деген балалар өте көп болды. Тек қана сол гранттың көлемі болғаннан кейін ата-аналарына ауыр тимесін деп оқуын бітіруге келген балалар өте көп. Бірақ кейін IT бәрібір трендте болғаннан кейін, инженерлік трендте болғаннан кейін, оқуды бітіргеннен кейін жұмыс іздеген кезде бәрібір сол бағытта жалғастырып кеткендер бар. 90% бәрібір инженер болды. Қаламаса да. Себебі рыноктегі жұмыстың сұранысына байланысты. Бұл қызық негізі, өйткені мысалы менде де бір қателеспесем сондай бір кейстарды көрдім. Мысалы IT бағанағы вычтех дейді, ВТИПО дейді, бізде бір мамандықтар бар. Программистік мамандықтар, соны бітіріп, бірақ кейін IT менікі емес деп бітіріп, жұмыс істеп, кейін жұмыстың анша қарны болмай, қайттан IT программист болмаса да соған жақын бір неге кіреді. Сол салада жүреді. Салаға кіреді. Жалпы бағана біз бастадық инженер Google-да деген. Ол қандай, мысалы, сен қандай продуктымен жұмыс істейсің, жалпы қандай environment дейді, қандай ортада жұмыс істейсің қазір? Google-ға жұмысқа тұрардың алдында менен өзіңнің бір қызығатын продуктың бар ма деп сұраған, бірақ мен үшін ол кезде Google-дың
Googleға жай ғана жұмысқа тұрудың өзі бір үлкен арман болып есептелгеннен кейін жай ғана тұрғанның өзі бір ерекше болды. Сол кезде ешқандай таңдауым жоқ, кез келген жұмысқа дайынмын деп келістім. Содан Google Cloud деген продуктісінде Instance Manager деген командаға қосылдым. Ол дегеніміз виртуалды машиналармен жұмыс істейді. Нақтырақ айтатын болсақ, қолданушылардың запросы дейді ғой, қолданушылардан реквест келеді. Сол реквестке байланысты қандай размерде, қандай CPU керек, қандай GPU керек, тапсырыс түседі. Тапсырыс түседі. Біз соны толығымен обработать етеміз. Сол сұраныспен жұмыс істеп, одан кейін өз жағымызда өзгерістер жасаймыз, базадан өзгертеміз, виртуальный машиналарды өзінің серверларына қоямыз, бәрін дайындап болғаннан кейін қолданушыға айтамыз, бәрі дайын, сіз бұл виртуальный машиналармен қолдана берсеңіз болады деген. Сол процесс бэкэнд, таза бэкэнд. Енді қысқаша айтатын болсақ, өзі енді танысық болса, бұл тақырып, яғни программирование жалпы осы тұсы бірнеше саласы бар бағанағы. Мен былай бөлемін оны бағанағы. Сіз қолданушы көретін тұсы және қолданушы көрмейтін тұсы деп бөлемін. Яғни көретін тұсы бізде көбіне фронтенд деген сөз бар. Көрмейтін тұсын бэкенд деп атаймыз. Сондықтан Райханым ол мысалы бэкенд артынғы сервистер көрмейтін жағынан. Түсінікті, яғни Google Cloud, яғни Google'дың өте бір бағанағы ең маңызды бизнес нелердің бірі қазіргі, қателеспесем, бөлімдердің бірі. Және де өзің айтып өттің, C++ деген бір тілде жазасың. Өйткені C++ға байланысты менде андай көп не бар. Мен ең бірінші жалпы тілім, енді Паскальдан кейін, Паскаль енді тілге келмейді, тіл деп атам бір түрлі енді C++ болатын негізі. Ұзақ уақыт C++пен жазадым. Бірақ андай бір уақыт тұрдында құрсын болмайтын тірліктің университеттің кезінде, өйткені андай қиналып кеттім да. Қайта жаза беріп. Интернетте негізі C++ туралы андай не жазсаң, өте көп мемдер бар C++ға байланысты. Және де андай да, мен басында қазақ қыз C++-та бэкэнд жазады деген кезде андай келіспейтін картина сияқты болып көрінетін да бұрын маған ондай. Басында. Бір жер дұрыс емес па? Үйлеспейді. Жалпы қазір аз емес қазақтар жалпы Google-да жұмыс істейтін. Жалпы айтатын болсақ, бүкіл әлем бойынша Google-дың әртүрлі офистарында 120-ға жуық қазақстандықтар жұмыс істейді. Біздің білуімше, кейбір қазақстандықтар болады, жұмыс істеп жүріп, ешкім танымайды, жай ғана бір кездесіп танысып қаламыз, сосын Google-дың қазақ Google комьюнити группасын білесің ба деген кезде естімеген адамдар да бар. Ол 10 шақты деп алатын болсақ, онда 130 адам жұмыс істеп жатыр ғой. Қаншасы әйел адам? Санап көрмеппін, бірақ былай қазір қарап отырсам 40 адам шығар деп ойлаймын. Жалпы алғанда. Бірақ енді нақты сан білмейді екенмін. Өтірік айтпай қояйын. Оның өзі жаман емес. Кейбір компанияларда тіпті оланда жаман болатын статистика бұл жағынан. Жалпы бір осы тұсқа келген кезде ең ірі қозғалатын тақырып ол gender inequality дейді, яғни ағылшын тілінде, яғни бір қайтсам жыныстық теңсіздік деп па, солай айтсақ болады. Яғни бұл тұрғыда, яғни жұмыстық теңсіздік деген, яғни көп уақыт мысалы кейбір мамандықтарда әйел адамға мысалы берілетін жалақысы бір болса, еркек адамдікі басқа болатын. Мысалы бұл кейбір мамандықта әлі күнге дейін бар. Яғни еркек адамның жалақысы бағанағы әйел адам жалақысынан жоғарылау болатын дегендей. Мысалы тіпті мен кейбір әріптестерім болған, кейбір басқа мемлекеттерде мысалы сондай бір әділетсіздіктің кесірінен кетіп қалған кісілер де болған екен да. Яғни ол шын айтқанда әділетсіздік, яғни сен бір жұмыс жасап бағана, ол тек жалақыға ғана байланысты емес, мысалы бір өсуге байланысты. Мысалы сен белгілі бір деңгейге өскің келеді, бірақ сен мысалы басқа жыныста, тек басқа жыныста болған үшін ғана сен өспейсің деген сияқты.
ол бір үлкен социалдық проблема болмаса да бір сұрақ деп ойлаймын. Себебі бұл кәдімгідей сезіледі. Енді өзім жалақым басқа өзіме теңдей жігіттерден төмен немесе жоғары екенін білмеймін. Себебі біріншіден Америкада жалақыны ешкім ашып айтпайды. Себебі әртүрлі сәттер болуы мүмкін, одан туындап этикалық моменттер. Екіншіден бір жақсы жағы резюмеде Америкада, Европада да солай шығар, жынысты көрсетпейді. Сіз өзіңіздің аты жөніңізді жазасыз, одан кейін тәжірибеңізден бастайсыз. Мүмкін кішкене контактный данный қалдыратын шығарсыз. Одан кейін тәжірибеден бастайсыз, оқу орныңыз, жасап жатқан проектілеріңіз, бәрін жазасыз, бірақ суретіңіз жоқ, жасыңыз жоқ, жынысыңыз жоқ. Алдын ала байысты реакция болмайды. Ол өте қызық, өйткені мысалы мен жыныс түсінікті ғой, енді адамның жынысын көргенде түсінесің ғой негізі, бірақ менде мысалы бір ой келеді. Ал неде мысалы жасқа байланысты менде мүлдем болмады. Мысалы мен жақында өз жұмыс істеп жүрген әріптестерім жасын жақында ғана білдім да. 4 жыл бойы жұмыс істеп. Оған дейін жастарын білмегенмін ғой. Қызықты былай қарасаң. Бір қызығы сол жасыңды сұраған кезде немесе қай жылғысың деп сұрайды, қай русың деп бір кішкене ақпарат жинап алғаннан кейін адам өзін өзі салыстырады екен да. Сол салыстырған кезде уже картина қоясың, бұл кісі менен жоғары, менен төмен деген. Енді байыс деген сөзді бір қазақша аудару қиын болды. Бүгін біз мысалы отырып әрі екеуміз байыс деген сөзді аударуға тырыстық, бірақ өте қиын болды. Тамерлан Сейдахмет осы подкастта болған жігіт бір өзінің бір ұсынысы болды осыған байланысты. AI-дағы байыс туралы айтты. AI-дағы байыс туралы, яғни ол басқа бір тақырып, бірақ байыс деген былай түсіндіруге болатын шығар. Ол белгілі бір ақпаратқа сүйене отырып, сендегі бар ақпаратқа сүйене отырып, белгілі бір тұжырымдарды бір адамға қатысты жасап тастау деп. Дұрыс емес тұжырым шығар. Дұрыс не, тіпті дұрыс болса да, дұрыс болмаса да бір тұжырымдарды бір адамды көрмей жатып, мүмкін адамдар араласпай жатып қойып тастау. Мысалы айтайық, ең оңай мысал, Шымкенттің жігіті болса, ойбай андай алдап кетеді деген сияқты, бір сондай бір намек болса андай деген сияқты. Енді немесе орыстар болса, бұлар бүйтеді, ұлтқа байланысты, дініне байланысты, тағы басқа. Адам оны ойлаған адам өзіне байысты, жаңағы дұрыс емес тұжырым емес, бір жақсы дерек деп ойлау мүмкін. Себебі өзіндегі бар ақпарат сол болуы мүмкін. Одан басқа кейстарды мүмкін көрмеген шығар. Мүмкін жас қыз софтвер инженер болып жұмыс істеп жатқан әлі көрмеген шығар, содан кейін де сенбейтін шығар. Оның көрген ортасы үйде отырған әйелдер болуы мүмкін, немесе жасына байланысты 50-ден асқан адамдар жұмыстан қалды, пенсияға шықты, еш қолынан ештеңе келмейді деген бір картина болуы мүмкін. Одан оны көргеннен кейін ол ойлау мүмкін, бұдан басқа қалай болуы мүмкін, егер менің көргенім осындай болса. Ол үшін не үшін адамдарға саяхаттауды бәрі айтады жақсы, адамдарды көрген жақсы, елдерді көрген жақсы деп. Себебі неше түрлі картинаны көріп келген кезде ойлайсың, әлемде неше түрлі заттар болады екен ғой деп. Әрине. Ал осыған байланысты мысалы сен қалай ойлайсың, қазақ қоғамында қазіргі жағдай қалай? Қазақ қоғамда дегенде, яғни енді мен білуімше, тіпті біз форумда болдық, саған мысалы бір қыздар келіп кеңес сұрап, мен осы жұмыс істеп жатыр едім, тағы басқа. Мен білуімше сен көмектесуге тырысасың. Менторшип дейді, бағанағы кеңес беріп дегендей. Жалпы қазақ именно қыздарының қазіргі мүмкін проблемалар қандай деп ойлайсың, немесе қандай мәселе көбірек оларды мазалайды саған келген кезде? Өзім туралы айтсам болады. Себебі мен үшін мен алған тәрбиеде бәрін дұрыс істеу керек. Өзіңнің дұрыс емес мүмкін артық ойларың болып жатса, оны жинап тұрған дұрыс. Артық бір нәрсе істегенге желаниең болып тұрса, оны жинап тұрған дұрыс. Себебі сен түзу болуың керек, сен тәрбиелі болуың керек, қылжың-мылжың болмау керек. Орысша айтса правильный ребенок болуың керек. Правильный отличник ребенок дейді ғой. Сондай бір картинамен өсіп келген деймін. Себебі мысалға менен сұраса, не тамақ жегің келеді десе, менде басымда black box. Мен ондай сұраққа жауап бере алмаймын да. Себебі менің ойымша, жаңағы біреу маған айтқан кезде сол дұрыс. Үлкен адамдардың мысалға менің басымда сондай болған сияқты бұған дейін. Үлкен адамның үлкен сөзі дұрыс. Менің кез келген ішімдегі бір ойлар, оны ысыра тұру керек деген. Сол тәрбиеде өте көп бар сияқты деп ойлаймын.
тәрбиенің мәселесіне байланысты өте көп мәселе бар. Мысалы айтайық, мен өзім ұзақ уақыт мысалы андай бір парадигмамен өмір сүрдім. Бағана сен айтпақшы, үлкендерді тыңдау керек, үлкендердікі дұрыс деген сөз бар да бізде мысалы. Иә. Бірақ ешкім бұны сараламайды да, қаншалықты бұл дұрыс парадигма. Осылай баланы осылай тәрбиелеу, үлкендердікі дұрыс деген мысалы. Яғни бұл арқылы біз былай үйретеміз да, значит, үлкендер қателеспейді деген сияқты. Өйткені үлкендердікі дұрыс. Олардың шешіміне сұрақ қоюға болмайды деген. Оларды саралауға болмайды. Яғни бұл соңында мүмкін бір неге алып келетін шығар. Мен өз қорқатыным бұл белгілі бір деңгейде, білмеймін, әйтеуір ата-ана бір удобный ребенок дейді, сондай бір өте бағуға оңай бар баланы тәрбиелейді да. Не айтсаң соны істейді. Не айтсаң соны істейді, тұр десе тұрады, отыр десе отырады. Өзінің бір пікірі жоқ, пікір біздікі. Мен бір рет сондай бір жағдай болған, ата-аналар жазады да Инстаграмға, мысалы, мен баламды сен сияқты программист қылғым келеді, анау күресіп келеді, түсінемін да, бұл оның қалау екен да, баланың емес. Иә. Ата-анасы қалап тұр. Мен сол кезде бірінші сұрақ, оны балаңыз қалап тұр ма деген сұрақ қоямын да, үндемейді. Баласын сұрамаған. Бірақ айтады, балама бақыт тілеймін ғой, жақсы болашақ болғанын қалаймын деп. Мысалы, олар оны оправдывать етеді да, яғни мысалы мен жақсы ойлаймын ғой деген, бірақ ол олай емес та. Мысалы, өйткені бақытты болу ол біріншіден кімнің өзіне байланысты да, яғни бала шынымен өзі қалап бағанағы түссе ғана бақытты болатын секілді көрінеді да. Бұл жерде балаға сөйтіп бір жақсы жұмыстың орнын тауып қойып, осындай оқуға түсуің керек, осындай оқуға түскеннен кейін барып қана жақсы өмір сүре аласың, қазірге оқы, қиналып оқы деп айту мүмкін. Ниеті ата-ананың түзу болуы мүмкін, бірақ бұл жерде ата-ана түсінбесе де подсознаниясында өзіне сол өзін жақсы картинада көргісі келгеннен сондай тілеуі мүмкін да. Және бала, мысалға, мен өскен кезде өте сыртқы нәрселерге қатты сенетін, өзімдегі ішімде бір желание болып жатса, сенбейтін, оны сырып қойып, менің ішімдегі бәрібір дұрыс емес болуы мүмкін деп, ешқашан ішкі дауысты естіп көру деген болмағандай. Енді келе жатыр, бірақ сыртқы нәрсеге қарағаннан кейін не үшін мысалға Google деп айтсақ, өте қызық нәрсе. Google деген бәрібір жұмысқа тұру үшін маған жылтыраған бір компания көрінгенмен, менің ол 7-ші класста оқып жүріп, или 3-ші класста оқып жүріп Google-ға жұмыс істегім келген жоқ. Ол кішкентай кезімде келе жатқан бір арман емес, бірақ программист болып жұмысқа оқуға түскеннен кейін, жұмысқа келгеннен кейін бір social approval болады ғой. Социумның бір, сен дұрыс істеп жатсың деген сөзін есту үшін, қолпаштау үшін. Бұл деген қазақ қызының картинасы Қазақстанда. Менің сезімім бойынша. Былайсақ болма, қазақ қызы қоғамда оны бағалау үшін бәрін істеуге дайын. Оны бәрін істеуге дайын. И өте бір көбі амал асырамайтын заттарға да дайын. Мысалы айтайық, ол шынымен менің ойымша рас, өйткені мен мысалы былай таныстырсам, бұл Арай десем, окей, Арай, Алматының қызы, окей, Гуглда істейтін Арай десем, бағанағы байастың мәселесіне қайтып келеміз да. Яғни мен мысалы сенің қайда жұмыс істейтінге байланысты мысалы көрерменнің, бір адамның ойын өзгертемін да, оказывается болады екен ғой. Енді ол қиын мәселе. Мен ойымша байассыз өмір сүру қиын. Мүлдем ақпаратты миыңда ұстамай, алдын ала білмей, олайда өмір сүру әрине қиын. Бірақ оған өте үйрету оңай емес. Жалпы сен картинкаң, сен өзің ойыңда қазақ қыздар саған, сенің ойынша именно вот кішкене сенімсіздік мәселесі бар секілді өз-өзіне. Менің ойымша тәрбиеде мүмкін қыздарды ғана емес, ұлдарды да солай тәрбиелеу мүмкін. Сенің даусың, үйдегі шулағаның артық болуы мүмкін. Тыныш отыр, сен тыңда, үлкендер дұрыс айтады. Үлкендердің айтқаны әрқашан түзу жол, сен тек сабағыңды оқы, дұрыс ақша табуың керек, дұрыс жұмыс істеуің керек. Мүмкін бала сурет салғысы келетін шығар, оқымай.
бұл басқа жақтағы бір маман болып келуі мүмкін. Ата анаға басында дұрыс емес көрінсе де соны қолдаса мүмкін бала жанданып одан ары жетістіктерге, одан да биік жетістіктерге жетуі мүмкін. Ал бірақ ішкі дауысты өшіріп тастап балаға сен дәрігер бол, сен программист бол, қазіргі күнде Гуглда жұмыс істе, оказывается осындай жұмыс істейтін адамдар бар екен, солармен жұмыс істеп жетістікке жет, сол кезде біз сені жібереміз деген болуы мүмкін шығар. Менің ойымша, менің картинамда, менің күткенім бір картинам, Гуглға жұмысқа тұрғанда бірінші папама звондап, мен Гуглға тұрдым, звондадым, айттым ғой әрине. Сол кездегі менің естігім келгені, жарайды қызым, бәрін дұрыс істеп жатсың, молодец деген бір сөзді естігім келді. Сонда бір қолпаштау сөзі саған қатты маңызды болды ма? Иә, маңызды болды. Себебі мен ойымша жаңағы сыртта бәрі сен дұрыс істеп жатсың, түзу жолдасың деген бір социумның несі шығар, жауабы шығар келетін. Сон мысалы Гуглға тұрған кезде бәрі молодец дейді, сол кезде мен кішкене не қыламын да, тынышталамын да, бәрін дұрыс істеп жатқан сияқтымын деп. Бірақ екінші жағынан өзіме не ұнайтыны басқа жақтан бір жерден шығып келе жатыр да, содан бос уақытымда солармен айналысуға тырысамын. Себебі олар энергия береді. Қаламаған нәрсе энергияны алады. Сонымен психология жағы ғой. Вау. Бұл қызық, өйткені шынымен анау бағана тіпті қарайсың ғой, мысалы олимпиада ұтып отқан кісі бірінші очередь ата-анасына звондайды ғой. Иә. Олардың сөзін күтеді деген сияқты. Қарасаң, ата-ананың бір сөзі қанша шешеді деген сияқты, маңызы қандай екенін көрсеткіші. Салмағы ауыр. Сондықтан егер ата-ананың мотивациясы болса, ата-ананың ішкі бір желаниясы болады ғой. Ата-ананың ниеті болса, ата-ананың арманы болса, онда бала көпке бармайтын сияқты. Өссе де 30-ға келуі мүмкін, 40-қа келуі мүмкін, 50-ге келуі мүмкін, содан кейін түсіну мүмкін, мен кемес сияқты дегендей. Ал егер өзінің қалаған істесе, ата-ана оны қолдаса, әр адам бақытты болатын сияқты. Ол жерден күш жігер алады, құлап жатса да, қате жасап жатса да, ол жерде ары қарай айдап кететін сияқты, жүріп, секіріп биікке. Окей, бірінші мәселені қозғадық. Мысалы, екінші мәселе саған мысалында мен келмеймін. Мен программист болғанға отыр, бірақ қандай жұмысқа шығу керек, бала туу керек. Ондай болды? Тағы басқа сондықтан мен қоя саламау деген сияқты. Иә, ондай әрине болды. Басында тұрмысқа шыққан кезде мен білмедім, бірақ менің жолдасым мені қолдап, сен одан да дайындалып көр, уақытыңды бөліп көр деп маған уақыт бөлді да, маған ресурстар берді. Ал менің ойымша, жоқ, мен үйде отыруым керек, менің жолдасым бар, енем бар, бәрінің көңілін қарап, тамағымды жасап, тыныш отыруым керек. Менің ролім қазір осы деп мен отырдым сол кезде. Оқуды бітіргеннен кейін, тұрмысқа шыққаннан кейін. Бірақ мектеп болсын, университетте болсын, жақсы оқығанды білген жолдасым айтты, мүмкін тапсырып көрерсің деп. Себебі жақын тұрған компания, жақын тұрған мүмкіндіктер істеп көр деп. Істеп көрдім, дайындалдым, өттім. Сонда бұл не емес қой. Соның өзінде де ойлаймын да, мен жолым болып кеткен шығар деген импостер синдром бар. Бұл жай ғана болды, негізі кейбір нәрселерді білмеймін ғой, оны компаниялар байқамай қалды деген бір ішкі өте үлкен дауыс бар. Бірақ сонда да жаңағы жолдасымның қолдауымен кейін жұмысқа тұрғаннан кейін өзің сене бастайды екенсің, қолымнан келеді екен ғой, білім жетеді екен ғой деп. Импостер синдром деген өте бір қызық дүние ғой, былай қарасаң. Кез келген жаста, кез келген дүниеде, кез келген істе бола бастайды ғой. Енді қысқаша түсіндірсем, импостер синдром деген ол көбінесе айтайық, мысалы бір жаңа жерге жұмысқа тұрдың, және де сен өзіңді бір төмен санайсың ба, алдын ала төмен санап қоясың. Аналар мықты, мен жаманмын деген сияқты бірденен. Бәне қанша тырыссаң да ол бір сезім кетпейді да. Ол жүрегіңе кететін зат сияқты болып көрінеді кейде, жұмыс істеп, сол кезде ғана кетіре бастайсың. И тіпті даже мен білмеймін, андайға айтамын, тек жұмыста ауыстырғанда емес, мысалы жұмыстың просто жаңа бір проект бастаған кезде де басталады, бір сезім келеді да саған, мен точно жасайламын ба деген сияқты. Қолымнан келе ма деп. Точно келе ма деген. Немесе бизнес бастаған кезде мен кажется, бір қиналып қалатын сияқтымау деген сияқты. Сен қалай өзіңді осы сезімнен құтқардың?
Иә, сол импостер синдром қыздарда өте көп кездесетін сияқты, алдын ала еркектерге қарағанда. Иә, себебі алдында жұмысқа тұрардың алдында зарплата сұрағанда да қыздар өздері төменірек сұрайды. Серьезно? Иә, сұрайды, себебі сұрауы төмен ба сонда? Сұрауы төмен, себебі айтады, өзі ойлайды да, мен жұмысқа тұрдым, ертең декретке шығам, осы мүмкіндікке қолым тисе менің жолым болғаны ғой деп ойлауы мүмкін. Мен қызбын ғой, бұл жерде еркектер жұмыс істейді ғой, олар мықтырақ қой деген болуы мүмкін. Еркектерде керісінше ондай көп импостер синдром кейде болмайды, себебі жаңағы статистика бар, еркектер резюмесіне жаңағы позицияға қараған кезде айтады, примерно 30%, 70% келеді, менің қалғандарын білмеуі мүмкін, бірақ үйреніп кетем деген ой бар да. Әйелдерде 120% білу керек та, позицияның пунктілері бойынша. Мен мынан жазылған барлық пунктіні білем, одан да артық тағы бір нәрселерді білем, значит жұмысқа тұрума болады деген бір. Сонда әйел адам өз-өзіне шектеу қояды дейсің ғой бұл тұрғыда? Шектеу қояды, иә. Себебі сөйтіп өскен шығар әйелдер социумда. Яғни сен енді саған болады деген сияқты. Иә. Сен толыққанды сенімді болған кезде өзіңнің барлық компетенцияңа, сол кезде мен бұл жерде жақсы сәтті жұмыс істей аламын. Ал еркектердікі кішкене сенімі жоғарырақта, мен мынаны білмесем де кейін жұмыста үйреніп кетем деген. Бұл неден шығады деп ойлайсың? Бұл тәрбиеден ба, әлде бұл қоғамнан ба, бұл қайдан пайда болған дүние? Бәрі шығар, бәрінің қосындысы. Бізде де мысалға тәрбиеде ұл бала болса, сен шаңырақтың иесі, ештеңе істеме қой, қолыңнан жақсы жұмыс тапсаң болды. Әйел адамға қыз болса, үй жинап үлгеру керек, тамақ жасап үйрену керек, кейін біреуге келін болып басқа үйде тұрады, сен үйде қонақсың, одан да бәрін үйрен, сен пысық болуың керек, сабағыңды үлгер деп бір кішкене жауапкершілікті үлкейтіп тастайтын сияқты, әрқашан жеткіліксіз сияқты сол. Ал еркектер болсын, жігіттер болсын, кішкене оларға кішкене бостандық беретін шығар деген. Енді өзің шешімін қалай ойлайсың? Осындай бір шектеулер болмас үшін қалай қыз балаларды тәрбиелеу керек деп ойлайсың? Қыз балаларға кішкене еркіндік беру керек деп ойлаймын, себебі біздің ойымызша қыздың картинасы ол сондай нәзік жан, тек қана нәзік жан бола алады қыздар, олардың бір төбелескісі келіп тұрған қыздар болса дұрыс емес сияқты болып көрінуі мүмкін ғой бізге, бірақ ол жерде басқа энергия жатуы мүмкін, басқа бір салада өзін көрсете алатын адам болуы мүмкін да. Сол сияқты. Және әр адамда өзінің фемининити және маскулинити энергиясы болады ғой. Сол кішкене қыздарда көп болып кетсе, ол жерде ештеңесі жоқ деген, тек қана бір сен өзіне өзі қолына келетін, өзінің қалағанын іске асыра алатын сәтті үйретсе, қолдаса, бәрі дұрыс болады деп ойлаймын. Ол қыздарға да, ұлдарға да келеді. Критика шығар бізде, қыздарға 40 үйден тыйым дейді ғой қызға. Сол тыйымды кішкене мүмкін азайту керек шығар, білмеймін, бірақ бұл екінші жағынан қазақтың ғана тәрбиесі емес қой, бұл Азияның тәрбиесі. Бұл тек біздің елге тән деп айта алмаймыз. Бүкіл Азияның тәрбиесі сондай. Және Азия мен батысты салыстырғанда өте көп контрасттар бар. Сол себепті кейде Азиядан барған қыздар болсын, жігіттер болсын қиналып жатады Америкада. Себебі әр әрекетіңді сен түсіндіре ала білуің керек та. Бір нәрсені сөйлемей, көзбен көрсету деген нәрселерді түсінбеуі мүмкін американдықтар. Және керісінше, жаңа батыстың адамдары Азияға барса, батыстың адамдары бір дауыстары өте қатты шығатын, грубый, өздеріне өздері сондай сенімді, дөрекілеу болуы мүмкін да. Сол айырмашылық әсер беретін сияқты. Американдықтарға байланысты бір қызық бар ғой, мысалы біз тіпті европалықтар отырса, мысалы бір жерде сөйлесіп, сол жерге бір американдықтар кірсе, американдықтар кірген бірден білесің, өйткені американдықтар өте қатты сөйлейді. Өздері оны білмейді, бірақ өздері байқамайды да, яғни өте жақсы сөйлейді. Мысалы менде кейде болады, офиста отырасың, бір кісі айқайлап сөйлеп отырады да, бірақ ол кісі үшін бұл сөйлегені норма.
Бұл мысалға бұның қай жері байест болуы мүмкін біз үшін? Өйткені жоқ, байест именно ана тұс қой, яғни ол кісі үшін ол нормально, бірақ екі нормальдың кездесуі ғой, былайша айтқанда біздегі нормально мынау, былайша айтқанда біздегі орташа температура мынандай болса, ол кісінің орташа температурасы басқаша да, и былайша айтқанда осы екі контраст көресің. Ол туралы тағы бір кітап бар, атауы тура есімде жоқ, бірақ сипаттау бойынша не себепті бір елдерде екі түсті бір атаумен атайды, не себепті бір елдерде бір түсті 10 сөзбен атайды. Себебі олар үшін бір түстің неше түрлі түрлері бар. Ашығы болуы мүмкін, оттенктер, иә. Ал басқа адамдар үшін екі түс ұқсас болуы мүмкін. Ол жерде айырмашылық жоқ. Сары мен қызылға жақын түстер жақын болып келсе, оларға айырмашылық жоқ та. Бірақ басқа сол 10 оттенігін байқайтын адам үшін ол жерде үлкен айырмашылық та. Сол себепті бұл жерде картина мира, иә. Ана араб тілі сияқты, мысалы араб тілінде андай бар да, бір кез келген затта бір өте түрлі нұсқалармен келтіресің, мысалы білмеймін, қателеспесем бір арыстан деген сөзді ба, тек арыстан деген сөзді бір қателеспесем, бірақ 80 түрлі жолмен айтуға болады ма сондай? Иә, қызық қой. Бірақ бізде мысалға оны бір сөзбен айтады, себебі бізде арыстандар тұрып жатқан жоқ. Қазақстанда барлық арыстан бірдей сияқты, айырмашылығын байқамаймыз. Мысалы ше, сен қазақ әдебиетімен былай таныс не істедің ба? Оқып қызығушылығың бар ма? Мектеп кезінде оқыдым, бірақ қазіргінде енді оқуға тырысып жатырмын. Өйткені мысалы маған әрқашан қызық болатын, мен нені қазақ қоғамдағы қазақ әйелінің картинасын мысалы сол жақтан көретін едім кезінде. Иә. Мысалы ең қатты еске түсетін Ұлпан. Иә, бәрінің ойында Ұлпан. Мысалы Ұлпан бұл бір Ғабит мүсіреповтің мысалы кітабы. Маған прям шок контент болған, былайша айтқанда ше, мен оқып шыққан кезде. Өйткені қызығы, мен мынандай бір мәселені қозғағым келеді. Мысалы қызығы бізге көбіне бір қазақ әдебиетін мектепте береді екен да, біз дайын емес жаста оған. Келісемін. Өйткені былай қарасаң, Ғабит мүсірепов балаларға жазған жоқ. Ол үлкендерге жазды ол кісі. Есейген адамдарға. Есейген ақыл тоқтатқан адамға жазылған кітапта. Ал егер мен ойлаймын, мен оған Алпанда мектепте оқымағанмын. Мен үлкен жасымда оқыдым да. Оның өзінде маған қабылдау қиын болды ана кітапты. Мен ойлаймын, мен мектепте оқысам, мен мүлдем бетін ашпас едім ана кітаптың дедім. Мүмкін емес та, андай бір ауыр, өте ауыр кітап та, былай қарасаң оқығанға. И бір ойласаң, бір қазақ қоғамдағы, мен ойлағам сол кезде бірінші қазақ феминизмі болған деп, бір сондай бір определение берді сол кезде ол кітапқа. Кім біледі, кезінде де қазақ феминизм болған шығар, егер томиристі, тарихты ақтарып қарайтын болсақ, фигуралар болған секілді. Соғысқа барған қыздар да болған деп, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова, бұл батылдық қой іште жатқан. Өйткені мысалы қарасаң, Ұлпанның, именно енді қысқаша айтып болсақ, Ұлпанның кітабында бір қазақ әйелінің бір кәдімгі бір келін болып түскен жерінен бір үлкен бір лидер, көшбасшы, менеджер, бастық, білмеймін қандай сөзбен несі, бірақ үлкен әулеттің бір көшбасшысына дейін көтерілетін бір жолды көрсетеді да, бірақ қандай қиыншылықпен келетінін көрсетеді. Және де кейде ойлайды, мысалы мен бір қазақ қыздар бар ғой, бір жерде бір директор немесе бір жерде бір бастық болып отыратын қыздар мен кейде көремін да, ішімнен байқаймын, бағанағыдай ол қыздарға жұмыс істеу үшін 3 есе көп күш керек, 3 есе көп батылдық керек, 3 есе көп білмеймін бір ішкі қалауларын ұстау керек. Білмеймін, енді еркек адамға қарағанда почему-то именно ол кісілерде бір байқайтыным андай қатты тырысады да оны басқарса, и өте қатты қыздар жауапкершілікті қаттырақ түсіне ма деген сол кезде ой келеді сол үшін маған. Андай да сөз бар ғой, қыздар деген жауапты ғой деп. Иә, жауапкершілігі мол қыздарда. Жауапкершілігі өте андай жоғары деп кетеді, бірақ білмеймін қаншалықты ол байыз бұл сөздің өзі, бірақ сондай көрінеді өзіме. Қыздардың табиғаты бойынша кішкене тиянақты, ондай бар ғой сәттері. Шынымен де жауапкершілігі мол болуы мүмкін, себебі сұраныс басында жоғары да қыздарға.
сол кішкентай қыз өскен кезде сен бәрін білуің керек, бәрін істеуің керек, бәрін үлгеруің керек деген бір алдын ала қойылып қоятын сияқты шарттар. Иә. Әрине қыз адамдарға көбірек жұмыс істеу керек, бірақ менің ойымша протоптанная и непротоптанная дорога сияқты бұл жерде. Еркектер бұрыннан ғасырлар бойы бір модельмен жүріп келе жатыр да. Әлем соған құрылған. Бизнесмен дегенде картина бар. Бизнесмен дегенде картина бар. Бизнесвуменға онша жоқ. Бизнесвуменға сол мүмкін қыздардың табиғаты, әйелдердің табиғаты басқа болғаннан кейін кішкене сол жолға, құрылып қойған жолға кішкене построить ету керек шығар. Өзіңді өзгертіп, тыйып керек жеріңді. Бұл жердің заңы басқа, бұл жерде еркектердің заңы бойынша жұмыс істейміз деген бір. Қанша деген бір сөз бар ғой, this is the men's world деген сөз бар ғой, шынымен. Иә. Бұл еркектердің әлемі. Мен шын айтайын, мен жиі айтамын, мен өзімді феминист немесе оған қарсы не за деп айтпаймын, өте бір нейтрально қарайын да бұл темаға, бірақ қанша қолдағанымен бір зат айтамын, бұл әлем все-таки еркектердікі. Қанша дегенмен соғысты еркектер бастайды. Иә. Себебі құрылып қойған. Парадигма сондай болған, о басты. Бағарасың. И оны өзгерту мүмкін емес сияқты. Шын айту керек. Өйткені как будто бір әлем о баста қыздарға бұл тұрғыда қарағанда әділетсіздеу. Мүмкін, иә. Қанша тырыссақ та білмеймін, оны мүмкін жою бір маған бір утопия болып көрінеді, шын айтқанда. Көп жағдайда білмеймін, келіспеулеріңіз мүмкін. Иә. Мен қарсыспаймын, бірақ солай болып көрінеді. Өйткені шынымен мысалы қай жерде болмасын, әлемнің қай түкпірінде болмасын, әйел адамның несін қорғап жатады да, қазір қарасаң, құқығын. Иә. Яғни бұл қандай дамыған да, дамымаған мемлекетте отыр да. Яғни бұл көрсетеді да, яғни бұл жағдай осы жалпы. Ешқашан сен еркек адамның құқығын қорғайтын бір тіпті мекемеде естімейсің да, ешқашан ондай жоқ мекемелер. Иә, мүмкін бұл бір барлық проблемаларды бір жолмен шешкеннен жүріп кеткен шығар. Себебі мысалға бәріміз ойлаймыз да, отбасы құрылды, отбасы балалы болды, балаға көп қарайтын және табиғат өзгеретін ол әйел өзінің аналық бір қасиеті оянып, тек қана балаға көңіл бөлуге деген бір процесс болады. Сол кезде ешқандай сырттағы әлем маңызды емес болуы мүмкін. Сол кезде еркек ары қарай жұмыс істейді. Бұл жерде әйелге деген карьерада кішкене пауза болады. Содан екінші бала болуы мүмкін, үшінші бала болуы мүмкін. Одан 10 жыл өтті делік. 3 балаға қарап, бәрін кішкене 3 жасқа дейін жеткізіп болғанша. Бұл жерде еркек карьерасын құрып алды да, үйдің еркегі карьерасын құрып алды, ары қарай енді жүре беруге болады. Себебі 10 жылдық тәжірибесі бар. Әйел адам енді бастайды да, жұмысын нольдан бастайды. Ол кезде фомо болады көп әйелдерде үйде отырған балалармен. Фомо деген fear of missing out. Ол деген мен үйде отырып балаға қарап отырмын ғой, неге жұмыс істеп үлгермеймін деп. Сонда әйелдердің өкініш, бір нәрсені өткізіп алу деген сәт шығар. Себебі бәрі жұмыс істеп жатыр, бәрі балаларына қарап үлгеріп жатыр. Мен балама қарап шаршасам да мен жұмыс істеп үлгерім керек деген тағы бір мақсат, тағы бір задача қойып қояды да. Сөйтіп өзіне жауапкершілігін өсіріп алады. Сол себепті жұмысқа тұрған кезде 120% дегені мені осындай түрде ғана жұмысқа алатын шығар. Себебі мен жартылай болсам, мен кімді алдап отырмын, үйде бала қарадым ғой, бұндай қасиетпен қайда барамын деген болуы мүмкін. Мысалы, Google туралы сөйлесіп отырмыз, мысалы, ондай компаниялар қалай шешеді деп ойлайсың көбінесе бұл проблема. Мысалы, былай қарасаң, карьера, бұл жерде былай қарасаң, мысалы, әйел адамның белгілі бір өзіне байланысты бір дүниелер бар да, мысалы, бала туу деген сияқты. Иә. Белгілі бір кезең, иә? Кезең, иә. И екіншіден, сол кезеңде карьераң келеді. Ең үлкен сұрақ, ол бізде әлемге дейін ең қауысады, карьера, не отбасы деп бөледі. Таңдау керек. Таңда деді. Маған бір ұнайтыны Аяна айтты Букингта жас аналарға. Біздің айта кетейін, Аяна біздің
біздің компанияда істейтін бір қазақ қыз, өте активный. Өте активный, жақсы жоғары дәрежеде жұмыс істейді. Сол Аянамен әңгімемізде айтады, жас аналарға Booking компаниясында 80% уақытында жұмыс істеуге болады, 20%-ын баласына бөлуге болады. Яғни аптасына 5 күн жұмыс істесең, сен Аяны 4 күн жұмыс істейді. Бір күнін аптаның ортасында баласына арнайды. Зарплатасы да жалақысы да тура соған сай, бірақ бұнда жас ана бәріне үлгеріп отыр да. Бұны біздің компанияның мамазды дейді да. Мамазды, яғни прям егер әйел адам туса, аптасына бір күнді таңдап, айтақ бір сәрсенбі күні, сәрсенбі күні жұмыс істемейді просто. Жақсы, өте жақсы бір қолдау, компаниядан да, ана да өзін жақсы сезінеді. Бірақ андай да, мысалы мен кейде бизнесмен достарым бар, солармен сөйлескен кезде де бағана айтады да, көп бизнесмен адамдар тіпті әйел адам алғысы келеді, бірақ алғысы келмейтін себебі бағанағы мәселелерде тұрмысқа шығып кетеді, бала туып кетеді, баланы жұмыста болмайды, ұстау қиын, тағы басқа. Және де осы себепті, менің ойымша, әйел адам осы себептермен алмайды шығар деп көп жұмыс істей ме деп ойлаймын да кейде. Өйткені ол кісінің былайша айтқанда күтімі көп қой менен. Мен болса баламен отырып деген сияқты, немесе мен болса мүмкіндікті жоғалтып алғысы келмейді. Екінші жағынан жаңа әйел адам үйдің барлық тіршілігіне жауапты болып қалады да тағы да. Бұл жерде кішкене бөліп теңдей болмаса да, енді барынша бөлуге тырысса, онда әйел жанның да қолы босап, бір нәрсені артық үйреніп, басқа да мүмкіндіктер табуға болатын сияқты. Қазір білмеймін енді, мен қазір Қазақстандағы жағдайды білмеймін, бірақ бір батыс әлемін алатын болсақ, қазіргі мысалы әйел адам үйде отырып бала қарау деген шыны керек мүмкін емес, андай бір дүние сияқты болып көрінеді қазір. Ол енді шын айтайын, себебі экономикалық тұрғыдан болсын, әлеуметтік тұрғыдан болсын, жалпы қоғамдық тұрғыдан болсын, андай бір орысша айтпаса непозволительная роскошь та ол қазір бізде көп жағдайда. Яғни жалғыз еркек адам қиналады оның бәрін істеуге. Тем более балаларың көп болса, тағы басқа. Сондықтан да менің ойымша андай бір қоғамның өзі бір белгілі бір трансформация өтіп жатқан сияқты да сол тұрғыда. Яғни бір қайтадан түсініп жатырмыз. Былай болады екен ғой. Қыздар жұмыс істеу керек екен ғой деген сияқты мысалы. Жұмыс істеу маңызды екен ғой деген сияқты. Осындай белгілі бір процесстен өтіп жатқан сияқтымыз да қазір. Өйткені тіпті қазір Алматыда қарасам, бұрынға қарағанда қыз жұмыс істейтін қыздар өте көп. И тіпті андай бір бағанағы мәселе қыздар мотивациясы қайда жоғары болып келеді, неге екенін білмеймін, сондай. Сол қайраттан кішкентай кезінен келетін сияқты. Қайраттанудан ойлаймын дейсің ме? Бір әрине қыздарда істелінетін заттар көбірек болғаннан кейін бәрін үлгеруге тырысу керек та. Значит, тұрмысқа тимес бұрын мен жұмысқа тұрып үлгеріп алайын деген бір дедлайндар шығар. Сол себепті асығып, сол себепті көбірек жұмыс істеп, сол себепті сәтті бір жақсы результаттарға келуге тырысатын шығар деп ойлаймын. Сосын жаңағы батыс елдерде деп айтып жатырмыз. Батыс елдерде қазір әйел адамдар ғана балалы болған кезде декретке шықпайды, бірақ еркектерде, яғни әкесі 3 айлық периодта балаға қарауға деген мүмкіндігі бар, жұмыстан пауза алады. Қызығын айтайын ба, ол заңнама Қазақстанда бар, негізі. Бар, мен естідім. Еркек адам декретке шығады, және оған құқысы бар. Бірақ мен мысалы, мен өз ұлым туылғанда, менде жалпы компания жарты жылдай не береді, мүмкіндік береді саған балаға қарауға. И өзің білесің, қолданасың ба сен, қолданбайсың ба, саған ешкім қыспайды, қолданба деп. Бірақ осы жаңалықты мен тіпті туысқандарыма айтсам, немесе қасына адамдарға айтсам, ол күлді да. Сонда сен еркек басыңмен декрет алмақшысың ба деді да, маған осындай бір сөз айтты да. Бұл да байыз қой, мысалы. Неге еркектер тамақ жасамау керек? Мүмкін біреуге ұнайтын шығар. Мен де таныстарым болды, мен повар болғым келген еді кезінде дейді. Бірақ сен әйел емессің ғой деп басында
сындырған екен сол арманды, содан қалған, бірақ бәрібір қызығушылық қалады. Сен еркексің, сен осындай болуың керек, сен жыламауың керек, сен әлсіздік көрсетпеуің керек, сен сезіміңді көрсетпеуің керек, сен мықты болуың керек, сенің жауапкершілігің бар отбасыға деген, сен әйелсің, сен нәзік болуың керек, сен түзу болуың керек, сен ақылды болуың керек, тәрбиелі болуың керек, үйде бәрін үлгеріп тіршілікті бітіруің керек дегендей алдын ала қойып тастағаннан кейін де шығар, сол байестің қатты болуынан кішкене бір рамкада жүргеннен кейін де шығар. Мен онда бір сұрақ қойғым келген, мысалы біз қазір білеміз, мысалы екеуміз де бір Қазақстанда тұрмаймыз, бірақ көбіне маған ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі интеграцияны туралы айтатын да, мысалы қаншалықты қиын интеграция жасау жалпы адамға көшер кезде, мысалы сен көштің, қаншалықты қиын болды өзіңе? Жалпы Американың нашау парағын аша бастайықшы, мысалы сен қалай көшу процесі жүрді және қалай интеграция басталды? Америкаға бірінші рет оқуды 17-ші жылы аяқтадым МУИТта. Содан 18-ші жылы сол стажировка Есенов Foundation бойынша стажировкаға барып Сан-Францискоға бірінші рет Американы көрдім. Сан-Францисконы көрдім, көптеген неше түрлі сырт келбетті адамдарды көрдім, неше түрлі жаңағы ағылшын тілдегі сленгтарды естіп, басқа өмір, басқа әлем екені көрінді. Басында бір қызығушылық танытқаннан кейін қиыншылық болмады. Бірінші жылда, екінші жылда, себебі бәрі қызық көрінді, бәрі қызық. Телевизордан көрген Нью-Йорк осы ма деп, Нью-Йоркқа барған кезде бәрін қабылдауға бір дайын тұрған сияқты, кезеңдер сияқты. Кейіннен тұра бастаған кезде ақырындап сезіле бастайды, себебі өміріңді құрып жатырсың, ортаң сол жерде, сол жердің адамдарымен сөйлесесің, сол жерде үйренесің, сол жерде тамақ ішесің, үй қарастырасың, болашақ балаң туралы ойлайсың, балаңның білімі туралы ойлайсың, сол кезде кішкене ойлана бастайды екенсің. Бірақ бәрібір мәдени тұрғыда айырмашылық өте көп. Мен айтқандай жаңа Азия мен батыстың айырмашылығы бірінші ретте, екіншісі тіл, одан кейін не айтқым келгенін ұмытып қалдым. Енді былай қарасақ, интеграция дегенде мысалы адам өзіңді бір менің ойымша ең қиын процестердің бірі ол алғашқы 1-2 ай. Иә. Себебі тілге үйренбейсің. Жалпы мәдениетке үйренбейсің. Мәдениет басқа, иә. Не көмектесті саған осы неден өтуге? Сол кездегі жұмыс істеп жатқан әріптестерім шығар. Себебі ағылшын тілінде сөйлескен адамдар солар болды. Ең бірінші барған кезде, себебі самолеттен түсіп бірінші апта жүрген кезде мен бір ағылшын тілінде кино көріп жүрген сияқтымын, өшірейін десем өшпейді да. Сондай бір процесте болды. Акцент түсінбеймін, мен ағылшын оқыған сияқты едім ғой МУИТта деп. Ағылшын курстарына барған сияқтым едім ғой. Иә, бұл ағылшын қайда деп мүлдем басқа секілді көрінді, тез сөйлейтін секілді көрінді. Содан бірінші апта қиналғаннан кейін құлақ үйренеді, екіншісінен сол жердегі адамдармен сөйлесе бастағаннан кейін кішкене өзіңде даусың пайда болады екен. Сөйтіп ақырындап келді, уақыттың әсерінен шығар. Уақыттың әсерінен? Иә. Қызық. Енді мынандай бір топикті бастайықшы, мысалы, мен былай айтамын, Америка және қазақтар деген. Немесе даже Америка емес, Калифорния және қазақтар деп айтсам екен. Яғни білуімше, біз қазақтар көбінесе осы IT саласында жұмыс істейтін кісілер, яғни именно Калифорния өмір сүреді. Яғни Калифорния өзінің штатында өте белгілі штат, өзінің экономикасы бойынша, өзінің белгілі бір компаниялар бойынша тағы басқа. Бірақ Калифорниядағы өмір бойынша айтып өтсем. Иә, қалай жалпы? Иә, Калифорния шынымен де басқа Американың штаттарына салыстырғанда бөлек деп айтуға болады. Себебі Кремний алқабы деп естіп жатамыз. Кремний алқабы ол өзінің жерімен, өзінің заттарымен ерекшеленбейді. Ол адамның қасиетімен, качествосы дейді ғой, сапасымен ерекшеленеді, ерекше бөлінеді. Және ол жаққа жұмысқа тұрып жатқан қазақстандықтар компьютер саласында болғандықтан ең жақсы компанияларға жұмысқа тұруға тырысады. Ол дегеніміз Кремний алқабында орналасқан Big Tech компаниялар. Сол себепті сол жерде кездесетін адамдарымыздың бәрінің ойы бір жерде тоқтап қалмайды. Ол жерде өзіңді компаниядағы инженер болсаң ерекше екеніңді сезбейсің, себебі жай ғана бір
ол жерде тұрып жатқан миллионный бір разработчиксің да, ерекше бір мақтанатын айтарлықтай еш жерің жоқ. Ол енді кішкене бөлінейін деп спортпен айналысып, марафон жүгіріп, рекорд жасап жатсаң да, қасыңда отырған адам оны да үлгеріп жатыр, научный жұмыстарды да жазып жатыр. Барлық жақтан адамдар барлық дамуда, сен өзің де бір артта келе жатқан адам сияқты сезініп қаласың. Бір шетінен ол өте жақсы, себебі тыныш отырмайсың да. Мен бұл жерде компанияға тұрдым, мен мықтымын, мен күштімін деп отырайын десең, бәрі ары қарай жүріп бара жатыр. Олардан қалмау үшін тағы бір нәрсе істегің келеді. Қазір Кремний алқабында тұрып жатқан разработчик, енді бағдарламашылар, олар жай болып есептелуі мүмкін біз 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл тұрғаннан кейін сол бір сәтке келген шығармыз. Қазір Кремний алқабында тұрсаң, как минимум бір стартап компания ашу керек сияқтысың. Сол кезде орта картинаға келесің да. Себебі барлық әңгіме соның арасында жүреді. Былай қарасаң, бәрі ашып отыр, мен неге ашпаймын деген сияқты сондай басталады. Компания аша бастаған кезде әңгіме басталады да, Бейрияда екенін сезіле бастайды. Жалпы мен бағана бірнеше достарымызбен отырып сөйлескен кезде мынандай мәселе қозғалды да, именно Кремний алқабында Big Tech деген компаниялар бар, яғни ол біз бәріміз білетін Google, Facebook, Meta тағы басқа. Және де стартап бар деген сияқты. Мен сол кезде бір сұрақ қойдым да, бағанағы Бейрияға барсаң, көбінесе адамдар неге қайқа баруға тырысады деген кезде 50-50 деп жауап берді да. Бірақ стартапқа барған болғандай. Айтсам болады. Қызығырақ, өмірің қызық көреді дейді да бәрі. Себебі ол жерде еркіндік бар да. Үлкен компаниялар үлкендігінен тез көп қозғала бермейді ғой. Ол құрылған, тұрған, бір жел соқса, одан ештеңе сынып қалмайды да. Сондықтан кішкентай өзгерістер оларға әсер бермейді. Және үлкен өзгеріс жасаған кезде, онда ол шешім бірнеше дәрежедегі директорлердің тарапынан өтіп, олардың келісімін алып болғаннан кейін ғана бюрократия. Содан кейін барып қана кодын жазып, одан кейін 2-3 айдан кейін продакшнға бірақ барады да. Результат өте баяу. Бірақ стартапта жұмыс істесең, бүгін не істегің келеді, ертең не істегің келеді, өзің бәрін білесің. Тем более CTO болып жатсаң ол жерде. Бірақ андай ертең бар ма жоқ па оны білмейсің ба? Оны да білмейсің. Ол шайқалып кетуі мүмкін, жабылып қалуы мүмкін. Ол жерде бәрі юникорн болып жатқан жоқ, стартап компаниялар ашып жатқан. Оның 95% қайтадан жабылады. Бірақ ол жерде жұмыс істеп жатқан идеясын сатқысы келіп жүрген, реализация жасағысы келіп жүрген адамдар өте көп. Бір рет істеп көруі мүмкін, екінші рет істеп көруі мүмкін, үшінші рет істеп көруі мүмкін. Қайтпайтын адамдар бар, қайтадан үлкен компанияларға барып тыныш отыратын адамдар да бар. Күйген бар, күймеген бар бұл жерде. Бірақ қызығы, мен көбіне ойлаймын, анай бір қазақ мүмкін бір уақыт стартап деген сөздің өзі бір барлық қазақ, әсіресе қазақ қоғамында андай бір күшті стартап, Астанада жүрсін бәрі стартап, Алматыда жүрсін бәрі стартап. Бірақ шыны келгенде стартап деген бір 100-ден 1 болатын өтетін бір зат қой, былай қарасаң, лотерея да негізінде, шын айтқанда несін қарасаң, ықтималдық тұрғысынан қарасаң, бұл лотереяға ұқсас өнер ғой, былайша айтқанда. Сол кезде мен ойлаймын, бұны жалпы стартапты бастайтын адам жалпы өте өзіне бір сенімді адам болу керек сияқты көрінеді да, бұл тұрғыдан. Және сенімді болғанда өзінің идеясына қатты сенімді адам. Әрине. Бірақ кейде сол бір ерекшелік шығар Кремний алқабының. Сол өзінің идеясына сенген адамдардың саны көп та. Бәрі өзінің идеясын, гипотезасын тексергісі келіп, стартап компания аша салады, адамдар жинайды. Сол себепті бағдарламашыларға сұраныс өте көп. Ол себебі идеялар көп, оның бәрін іске асыру керек. Сол себепті программистерді іздейді. Сол себепті программистердің сұраныстың түспейтін себеп сол, иә? Енді қазақтарға айналып кетіміз ғой. Қанша қазақ бар? Жалпы жиналасыңдар ма? Жиналыстан қалай жиналасыңдар? Қай қалада тұрасыңдар дегендей. Біз Кремний алқабында Саннивейл деген қалада тұрамыз. Қазақтар әрине бар. Әртүрлі қазақтар бар. Және қазақтармен жиналуға өте қатты тырысамыз. Кез келген бос уақытта, ковид кезінде болды, далаға шығуға болмайды, адамдармен кездесуге болмайды. Егер спортпен айналысатын болсаңыз, тек қана сыртта айналысасыз деген бір тыйымдар болған кезде, қазақтармен бәріміз апта сайын волейбол ойнап, ол жерде бір-біріңе жақын келмейсің ғой, маска кисең де, маска кимесең де, сөйтіп уақыт өткізіп,
карантин кезінде солай волейбол ойнап үйренген шығармын. Сол қазақтар бәріміз жиналуға әрине тырысамыз. Наурыз болсын. Енді қатты ұйымдастырып жатқан сәттер жоқ, бірақ бәрібір жылы тартып, бір-біріңді білгің кеп, көргің кеп. Бүгін мысалы біз айтып отырмыз, мысалы бізде жақында Кремний алқабында өзі Қазақстанның бір кішігірім үй пайда болды, мысалы Silk Road Innovation Hub. Silk Road Innovation, яғни біздің Әсет деген мырза, Әсет Абдуллаев мырза бастаған сондай бір күшті бір не бар. Мен видеолар көрдім, болмадым әлі, бірақ яғни естіп отырмын, бағанағы хаб дегенде, яғни қазақтар хаб деген сөз жақсы көреді. Жиналатын бір орта деп айтайын. Орта. Яғни сол арқылы біз біздің орта азиялық, тек қана Қазақстан емес, жалпы орта азиялық, оның ішінде біз бар, Қазақстан, Өзбекстан, Тәжікстан, мүмкін басқа да көршілес барлық орталық Азия мемлекеттерінің күштеп, жалпы мен білмеймін, айтуға болмайды. Мысалы сіз бағана айтып отқаныңыз, жалпы балалар отбасылық нелер көп. Жалпы Америка өзі андай бір ауыл ғой негізі, үлкен ауыл деп есептейді көбінесе, өйткені көбінесе бұрмаған көп андай бір-екі қала бар, түсінген сараласақ, бағанағы Нью-Йорк, мүмкін кішкене Бостон деген сияқты бір кішкене нелер бар, ғимаратты қалалар, қалғанда 99-да пайыз он кәдімгі бір этаждық үйлер, жер үйлер, жалпақ Америка дейді ғой. Кремний алқабы сондай ғой жалпы. Кремний алқабы да сондай, иә. Мен есімде әлі күнге дейін бір досым барып келген екен, сұрастым да, мен сол неден Калифорниядан көшіп кетіпті Нью-Йоркқа. Неге деген сұраққа ол былай жауап берді, мен ана ауылда тұрғым келмейді деп жауап берді. Ол рас. Тіпті Алматыдан Кремний алқабына барсаң, ауылға барғандай бәрібір Алматы қала ғой, динамикасы басқа. Кремний алқабына барасың, бәрібір тыныш. Барсаң магазинге барасың, продукт алуға, барсаң жүгіруге барасың бір жерге, табиғатқа шығасың, бірақ қаланың динамикасы жоқ. Кішкене бәрі тыныштау, ақырындау. Сан-Францискоға барады бәрі. Қалаға барғысы келсе 40 минуттық жерде. Сол Сан-Франциско ең жақын қала, сол жерде барлық тусок дейді ғой. Қалаға бар қайтақ дейсің. Андай көшеге шыға сап, мысалы Европада сондай ғой, кофе ішкің келсе 10 минуттық жерде бір жерге жаяу барып, кофеңді ішіп, демалып, ары қарай паркке барасың, қыдырасың. Ондай жаяу жүретіндей мүмкіндік қатты жоқ. Жаяу жүретін жер емес қой жалпы. Машинамен как минимум 15 минут. Жалпы маған кейде айтамыз, біз Астанадамыз қазір, бірақ Астана маған, мен келесі айтатын, бұл маған бір ерекше бір Американы кейде еске түсіреді, өйткені бүкіл зат машинамен бітеді, жаяу жүру мүмкін емес бұл қалада. Жаяу жүріп, мынандай бір нелерді үлкен, арғашықтықтар да үлкен ғой. Шын айтамын, мен бір Алматының Астана бір Сиэтл ма, білмеймін, бір солтүстік Америкадағы бір қалаларға ұқсап кетеді дейді кейде сол жағынан. Келе жатыр, иә. Көп дамып жатқан елдер, дамып жатқан, өсіп жатқан қалалар сондай форматқа келе жатыр ғой қазір. Иә, әрине. Енді бағанағы Америкадағы қазақтарға оралатын болсақ, мысалы, сен айтып қалдың, сендерде бір идея бар, мысалы балабақша ашу деген. Иә. Сол туралы айта кетсек, яғни Америкада ең үлкен проблема бірі, ең түсінігім бойынша қазақтардың бағанағы тіл мәселесін балаларына үйрету, иә, тіл, мәдениет, тағы басқа. Бір-бірімізбен жиналуымыздың себебі де сол. Себебі бәрібір іште қазақ екенін түсінесің, Қазақстанда отаның бар екенін, таныстарың, туыстарың бәрі осында екенін біліп жүріп, сол жерде бір-бірімізге жақын алыс туыс болып тұрмыз да бәріміз. Әр қаладан болсақ та, ортақ ештеңеміз болмаса да, ол жақта жақын тартып тұрады. Содан қазақ тіліне практика жасағысы келетін адамдар өте көп, тәжірибе жинап, жақсы сөйлегісі келетін, қазір үйренгісі келетіндер бар. Және өздеріне қазір балалы болып жатқан отбасылар, жас отбасылар көп. Олар да өз балаларының кім екенін біліп жүрсе, қазақ тілінде сөйлей алса, тарихын білсе, мәдениетін түсінсе, оны тек қана ата-анадан ғана келетін бір ақпарат емес, сырт әлемнен, достарынан, таныстарынан сол ақпаратты көріп білсе, сонда ішкі бір база құрылады да, өзінің қазақ екенін кейін айта алады. Себебі бала кезде, мен ойымша, кез келген ақпарат қабылдана беретін сияқты балаларға. Фильтр жоқ қой ол кезде.
сол себепті барынша қазақ екенін түсіндіргісі келіп сақтап қалғысы келетін ата-аналар өздерінің сондай ойларымен бөлісті. Екінші жағынан бізде менің енем, ол жолдасымның анасы бізбен тұрады. Өзі бос уақыты жоқ, қол қышып неше түрлі нәрсе істегісі келеді. Содан ол айтты, мен балалармен айналыссам деп. Балаларды қараған, олармен уақыт өткізген, өте өзіне ұнайды, өзі күш жігер алады содан. Сөйтіп ойланып, жарайды, онда үйде жекеменшік садик ашып көрейік дедік. Балабақша қазақ тілінде, мамамызға жақсы, бізге қызық ондай нәрсені ұйымдастырған, және сол сұранысты сондай балабақшаны іздеп жүрген ата-аналарға да бір шешім сияқты. Сұраныс көп па? Сұраныс көп деп айтар едім, негізі. Жас отбасылар өте көп, бірақ біз ондай көлемде қазір балаларды қабылдай алмаймыз. Біздің тәжірибеміз жоқ, сертификациямыз жоқ. Сол себепті 6 баладан бастаймыз. Болашақта әрине сұранысқа байланысты, егер сұраныс қатты болып жатса, онда үлкейтуге тырысамыз ғой. Яғни кәдімгі қазақы балабақша. Қазақы балабақша. Қазір Қазақстанда әдеп деген балабақша бар екен. Соған барып көргім келеді. Ол жерде салт дәстүрді үйретеді екен, садақпен атуға, тағысын тағы, өзінің методикасы бар екен, тамағы да меню басқа сияқты. Соның бәрін сұрасып білгім келеді. Сондай форматта болса деген арман бар, бірақ көреміз енді қай болатын. Мен бірінші рет естіп отырмын, яғни менің ойымша бұл шетелдегі бірінші балабақша сияқты қазақтар ашып отқан. Мен қанша сұрастырдым, ол бар ма екен жалпы оған дейін? Бар, мен бар деп естідім. Шығыс жақта, Флорида жақта, қай штат екенін нақты есімде жоқ, бірақ ол балабақша бір отбасымен ашылған екен. Кезінде мүмкін біз сияқты үйлерінде ғана ашқан шығар. Сосын толыққанды бір ғимарат салыпты балабақшаға. Салған. Ішінде гимнастикасы бар, шахматы бар, математикасы бар, қазақша және орысша білімше. Енді ғимарат салғаннан кейін онда балалар саны да көп қой. Содан оған басқа ұлттың адамдары да келеді екен. Ресейліктер ғана емес, мысалға үнді елінен де келеді екен балалары. Сөйтіп біз үнді тілінде сөйлемейміз десе де, ата-аналары бұл жердің балаға пайдасын көріп тұрғаннан кейін, балам одан да қазақша, орысша сөйлесе берсін. Бірақ сол жердегі болып жатқан, шынымен сол жердегі болып жатқан заттарды алып үйренсе, балам деген дамиды ғой деген ниетпен береді екен. Қазақтар деп басталған дүние қазір соңында қазақтар емес, интернешнл сондай бір. Интернешнл болып келе жатыр. Бірақ Америкада жеке меншік болсын, басқа да типті балабақшаларда кішкене көп көңіл бере бермейді да ондайға. Қазақстанда баланың дамуына көбірек көңіл беретін сияқты, шахматқа сразу беріп басында. Бана кружоктар тағы басқа. Кружоктар, дамыту. Ол жерде кішкене балабақшаға көп білім саласында сондай сияқты. Жоғарғы оқу орындары өте мықты, жақсы дамыған әлемдік дәрежеде. Бірақ мектептің және балабақшаның кезіндегі білім кішкене әлсіздеу деп сезілетін сияқты. Балабақшаға көп стартап идеялардың бірі осы. Ну, мен виду бір несі, бағана мен бірнеше бір компаниялар білемін, мысалы там Code Ninja деген сияқты бір компаниялар бар Америкада, мысалы. Ол андай, мысалы, кішкентай балаларға, именно вот үлкен жастағы балалар емес, мысалы там 5 жастан 12 жасқа дейін балаларға ойын құрастыруды үйрететін компанияда. Компания дегенде андай франшизамен сатылады. Бір бағана айтқан кружоктар секілді бір сондай үйірмелер да, үйірмелік бағанағы үй болып кәдімгі үлкен қазіргі таңда бизнес болып айналымы өте жақсы бизнес екен да. Яғни мүмкін андай бір мәселе бар. The baby is the new gold дейді да, короче, андай бір или is the new oil деп, жаңа балалар жаңа мұнайдың жаңа түрі деген сияқты бір. Шынымен солай ғой, негізі баланың дамытқысы келетін ата-ана баласына бәрін беруге дайын да. Соған байланысты Қазақстанда мысалы демография өсіп келеді ғой. Демографияның өсуіне байланысты балаға керек заттар да сұраныс пен ұсыныстың параллелі тұр да бұнда. Сонда егер Қазақстанда бір компания дамытқысы келіп, мысалға пайда көргісі келсе, менің ойымша сол балаларға арналған заттарды істеген жөн сияқты. Тілге айтып кетсекші, мысалы мен сонда ондай зат байқадым ба? Қазақтар жалпы шетелге тұрған кезде біраз уақыттан кейін андай
жеке тұлғалық кризистен өте бастайды. Именно былай self identity деп айта ма, мен кіммін деген, мен кіммін деген сұрақтан басталады да. И бағанағы мысалы мен сол үшін шетелге көшіп қазақша сөйлеп кеткен адамды өте көп білемін да. Яғни Қазақстанда тұрған кезінде мүлдем сөйлемейтін, мүлдем қолданбайтын, бірақ бағанағы шетелге көшкеннен кейін, бағанағы жұмыс істеп барғаннан кейін бір уақыт ол бір түсінікке келеді да, мынау менің тілім емес екен ғой орыс тілі деген сияқты. ол шет тілі ғой. Иә, и мен бұл сөйлеуде сөйлемеймін ғой деген сияқты сондай бір. И бағанағыдай бір уақыт қарайсың, анау қиналып болсын қазақша сөйлеп жүр да. Иә. Бағанағыдай тырысып, мен орысша сөйлеспеңдер деп бүйтіп. Сондай бір достарым бар. Жалпы сондай барма сендерде мысалы. Байқадым осындай. Сол анда-мында сөйлескен кезде айтатыны, балаларымыз қазақша сөйлесе жақсы болатын еді, бірақ егер ана тілі қазақ тілі болып тұрып, басқа шет тілді үйрену керек болса, ал орыс тілі дегеніміз шет тілі ғой, шет елдің тілі. Оған тең болса, одан да ағылшынша үйрене берсін дейді да. Онда сонда болып тұр ғой, ағылшын шет тілін ағылшынға ауыстырып тұр. Өздері балалармен ағылшынша сөйлесуге дайын. Қазақшасы жетпей тұрса да. Сондай қазақтар бар ма жалпы? Балалармен қазақша сөйлеспейді, орысша сөйлеспейді, ағылшынша сөйлесетіндер бар. Иә. Егер қазақ тілін үйрену мүмкіндігі болып жатса, онда әрине қазақ тілін үйретеді. Және Google-да қазақ Speaking Club деген ашылды. Себебі қазақ тілін үйренгісі келетін жандар бар. Қазақ тілінде жақсы сөйлейтіндер де бар. Әңгіме айтқысы келіп, уақыт бөлгісі келетін, түсіндіргісі келетін, көмектескісі келетіндер де. Interest Forum деген жібердік. Ол дегеніміз сіз қаншалықты бұған қызығасыз деген сол группамызға жібердік, қазақтар отыратын. 80 адамдай жауап берген шығар. Яғни бұл кәдімгі бір үйірме сияқты жұмыстың ішінде, яғни сендер жұмыстың ішінде Speaking Club деген негізі жай ғана подкаст сияқты. Ағылшынмен көбінесе да, ағылшын тілінде Speaking Club болады көбінесе. Бұл яғни тура сол форматта қазақ тілінде. Және тек Google-дың ішінде ғана. Қазірше Google-дың ішінде, білмейміз ғой қалай болатын, мүмкін бәрі сұрайтын шығар, бірақ жақында бірінші сессиясы өтті. Бэйриядан ғана сол Кремний алқабынан уақыт айырмашылығы болғандықтан сол жақтан қосылдық. Мүлдем сөйлемейтіндер де болды. Сөйлеуге тырысып, бағып, біз оны тыңдап, аударып беріп, өте еркін сөйлейтін адамдар да болды. Кейбіреу драйв етіп, түсіндіріп, әңгімені бастайды, көбісі жалғастыруға тырысады. Өте жақсы практика. Мотивация қандай ол кісілерде көбінесе? Сол self identity ғой, мен кіммін деген кезде, егер жауап қазақпын десе, онда мен қазақша сөйлемеймін ба деп кен жауап керек. Бағасын қызығы, сонда адамға соны түсіну үшін шетелге шығу керек болып тұр ғой. Сырт жақта ауа басқа, кішкене көзіңді ашып көргеннен кейін шығар. Сондай бір қызық. Менің жеке жоғарысым сондай барсын айтам, кейде бір кісі қазақша сөйлеп үйрене ма жүрсе, шетелге шығасыңыз деп айтамын да. Бір ай тұрып келсін, кезде түсінеді, сонда кризистен өтіп барып түсіне бастайды деген сияқты. Иә. Себебі ол жерде мысалға Америкада бұл иммигранттар елі ғой. Иммигранттар елі болғандықтан бәрі американдық болғанымен өздерінің ұлттарын айтады. Мен кезінде Мексикадан көшіп келген мексикандықпын деп өзінің тілін сақтайды, мәдениетін сақтайды. Солай, өзін кім екенін біледі, өзінің кім екенін айтады. Сол кезде өзіңде сұрақ қойып, сұрақтың жауабын тапқан кезде сол қазақпын деп келетін шығар. Енді мынаған сөз соңында мынандай бір тамаға келсек, мысалы айтайық, бір қазақ қыз сені біз осы подкастты көрді, бір ерекше бір мотивация бағана алды, мен де істегім келеді тағы басқа. Осы тұрғыда қандай бір кеңестер бересің? Тек техникалық дайындалу жағынан ғана емес, бірақ мысалы психологиялық, менталды қандай блоктар бар оның дайындалуына, мысалы өтуіне, қандай бір өзінің бір белгілі бір жолдарын түсіндіріп кетсең, өзіңе көмектескен немесе бір өзің мысалы менторшип адамдарға түсіндірген кезде қандай кеңес бересің жалпы өзіңе? Бірінші жұмысқа тұру үшін интервьюдан өтеді ғой. Сол интервью кезінде айтады, неше түрлі түсініктер бар. Кейбір айтады fake it till you make it, бірақ
үйтіп айтпас едім өзім, соған ұқсас болып жатса да. Ол жердегі принцип, сенің алдыңда саған сұрақ қойып экзаменнен өткізетін үлкен бір специалист, сен кішкентай бір студент жұмысқа тұрған бір позициядан арылып, интервью алып жатқан кісіні, қыз болсын, жігіт болсын, алдына өзіңнің көзің елестету керек та, өзіңнің әріптесің ретінде. Сол кездегі әңгіменің, интервьюдің процесі мүлдем басқаша өтеді. Ол жерде саған сұрақ қойған үлкен бір кісінің жауабына ділдеп қорғып жауап берудің орнына, егер екеуіңді әріптестік қылып елестетсең, ол кездегі әңгіме тең дәрежеде өтеді. Сол бірінші бір сәт шығар интервьюден өткен кезде. Одан кейін техникалық жағын алып тастайтын болсақ, онда жұмысқа тұрды делік, жұмыста алдын ала өзін ұрыспау, импостер синдром деген сол жерде өте қатты бірінші уақыттарда сезіледі, себебі мен жұмысқа тұрдым, ештеңе білмеймін деген кезде сұрақ қоюдан ұялмау. Себебі тек қана сұрақ қойып қана жауап табылады, сұрақ қойып қана ақпараттар жиналады мида, сұрақ қойып қана ары қарай прогресс болады жүріп. Сол себепті білмей жатқан нәрсені ұялмай, қызармай, сұрап, керегіңді алып, ары қарай өзіңнің жұмысыңды аяқтауға тырысу. Жұмыс кезінде. Жас қыз деп айтатын болсақ, ол жерде амбиция, мотивация болуы мүмкін. Бір уақытқа дейін жетуі мүмкін, бірақ жетпей жатқан кезде не үшін керек екенін, не үшін сол мақсатқа жеткің келетінін түсіну, бұл мақсаттың нағыз мәнін түсіну, мен бұл жерде кім үшін жұмысқа тұрғым келеді, не үшін жұмысқа тұрғым келеді деп мағынасын білсе, онда мотивация ұзаққа жетеді деп ойлаймын. Себебі интервью кезінде дайындалған кезде неше түрлі эмоционалды качелялар болады. Себебі бір күні өзіңе бір есепті шығарсаң, бәрін қирап тастайтын сияқты болып күш жинап алғандай көрінесің. Екінші есеп шығармай қалсаң, ештеңе өлмейтін сияқты болып қаласың. Және мок интервьюлар болады, соларды қайта-қайта өтіп, спорттық тұрғыдан дайындық болса, онда интервью кезінде қобалжу болмайды, қорқыныш болмайды. Қай жерінде сұрақ қою керек, қай жерінде жауап беру керек, бәрі мида сақталғаннан кейін ешқандай бір қателіктер болмайды да көп. Одан кейін жарайды жұмысқа тұрды делік, немесе оқуда істеп жүріп, оқуда оқып жүріп, немесе басқа жұмыста жұмыс істеп жүріп дайындалған кезде артық уақыт керек болады ғой интервьюге дайындалу үшін. Немесе жұмыста қатты жұмыс болып жатқан кезде бёрнаут болады, күйіп кететін сәттер болады. Бұл жерде, егер бёрнаут болып жатса, егер стресс, депрессия болып жатса, бұл жерде берілудің жолын емес, дұрыс демалудың жолын табу. Себебі адам бірнеше тұрғыдан демала білу керек. Бұл тек қана жұмыспен қозғалыссыз жататын түр емес. Жұмыстан бөлек спортпен айналысу керек, кітап оқу керек, басқа да ақпараттарды қабылдау керек, жұмыстан басқа, жұмыстың материалдарынан басқа. Рухани тұрғыдан әр адам өзінің қалауы бар, бірақ рухани тұрғыдан да бір тыныштық табу керек сияқты. Мысалы, келтіре аласың ба рухани тұрғыдан тыныштық деген мысалы? Өзімді айтатын болсам, көбінесе кейбір жауаптарды психологиядан іздеймін. Және жұмыста бір нәрсе болмай жатса, өзімнің ішінде бір үлкен ұрысқан, қатты критикаға алатын адамдар болады. Ол іш қайратыңды, энергияңды алады да. Кішкене сабырлықтан тайып тұрасың сол кезде. Эмоцияға батып кететін сәттер болады. Сондай сәттерді болмас үшін жаңағы өмірге келген мағынасы, өмірлік миссияны түсіну, адамның психологиясын түсіндіру деген сияқты шығар. Енді толыққанды түсіндіре алмасам да, былай соншама пункттерді қамтып шығу керек сияқты бәрібір. Ол деген тек қана физикалық тұрғыда жатып демалу емес. Ол біріншіден жүру, спортпен айналысу, ауамен демалу, мида жиналып қалған ойларды тазарту,
жүрек, қарын дейді ғой, жаңағы өзімізде қаншама орган бар, соншама сезім бар, соншама детекторлар бар. Тек қана миға ғана сенбей, жүрекке де, ішкі дүниеге де бәрін тыңдау керек сияқты, бәріне уақыт бөлу керек сияқты. Вау. Деп ойлаймын. Керемет. Өте күшті жауап болды деп ойлаймын. Жалпы мен анау айта қосарым, бұл жерде ана интервью процесі туралы айттық, және де менің ойымша бұл Қазақстан жалпы осы кеңес одағының мемлекеттерінде кезінде кеңес одағы болған мемлекеттерінің бір парадигмасы секілді бір интервьюді бір экзамен ретінде қабылдау. Иә. Яғни шынымен бір экзамен, билетті алып білмей қалсаң позор, там болды, бітті, қалай өмір сүремін одан кейін тағы басқа. Жоқ, бір зат түсіну керек. Интервью алатын адам сенің өтуіңе оған да жақсы, оған да керек жақсы әріптес. Шын ғой. Енді ол керісінше сенің өтуіңе за негізі. Иә. О баста. Тек сен соны көрсете білуің керексің деген сондай бір подходты айтамын да көбінесе. Яғни сен керісінше сол бағанағы күшті жақтан көрсетіп, бағанағы ол кісіге деген о баста отношение, мен былай айтамын да оларға, бұл кісі маған ешқандай жау емес, бұл кісі маған не емес, және біз екі бір әріптес сияқты, тең адам, және просто әріптес ретінде сөйлесеміз деп қана қою керек секілді. Сол кезде ешқандай бағанағы стресс болмайтын сияқты, осындай бір установкамен алсаң, кәдімгі күнделікті өмір. Шын айтқанда солай да болады да негізінде. Ақыр соңында мысалы ол кісі сен интервью алып жұмысқа тұрсаң да кәдімгі сен әріптес боласың. Шынымен кәдімгідей шайға осылай кофе ішіп отыратын. Олардың іздеген әріптес қой. Кейде мысалда бандай болып тұрады ғой, мысалы тіпті бізде болатын ана кейбір жағдайлар андай техникалық жағы бәрі дұрыс, бағана behavioral басқа интервьюға келген кезде адамның бір кейбір заттар тұстарын көріп қабылдамаған адамды қабылдамаған себебі бұлар айтады, бұл менің дұрыс коллегам боламас еді, бұл коллегаммен араласпас едім дейді. Иә. Өйткені оларға шынымен дос болатын, өсетін адам керек дейді. Яғни сол кезде ғана алған ғой енді. Жұмыстан басқа уақыттарда жақсы әңгіме айтатын, кофе брейктерде қызық бір өмір туралы айтатын. Мен бүйтіп едім, сөйтіп едім, тағы сөйтіп үндемей өз-өзімнен тұйық адамды кім жақсы көреді? Эмоциялық тұрғыдан байланыс тығызырақ болады да, жұмыс жақсырақ жүреді. Иә. Сол менің ойымша өте күшті әңгіме болды бүгін. Сондықтан Арай, көп рахмет. Бұл сондай бір бойынша бір қазақ қыздарына деген бір ерекше бір рол модел көрсетуге болады деп ойлаймын. Мен шын айтайын, өйткені шыны керек өз басым бағанағы бірден бір критика алатын, бұрында қыз балалар неге аз подкастта деп айтатын да. Мен оны шақырмағаннан емес, мен таппағаннан болатын көбінесе. Белгілі себептерге байланысты. Кейбір қыздар мысалы шақырсын деп қабыл алмайды, немесе бағанағы мен білмеймін олар туралы. Яғни сондықтан бұл мүмкін біздің подкасттың бір миссиясы осы микрофон жетпей жүрген адамдарға микрофонды ұсыну ғой. Айтқанда. Нәрікбек, саған рахмет шақырғаныңа. Жақсы сұрақтар қойылды. Шын көңілмен жауап бердім. Бәрі ойдағыдай өтті деген ойдамын. Шынымен де жас қыздардың қолынан бәрі келеді деген сөзді айтқым келеді. Мен қолымнан келсе, онда сіздің қолыңыздан да бәрі келеді. Бейонстың өлең қою керек. Who runs the world? Girls. Бізде соңында блиц бар. 3 сұрақ. Өзіңнің мысалы соңғы уақытта өзіңе жасаған бір жақсы инвестиция туралы айтатын болсаң, инвестиция тұрғысынан мысалы кітап, бір дүние, саяхат, осындай бір өзің белгілі бір қаражат жіберіп, бірақ сол қаражаттың жақсы жемісін көрдің. Қандай затты айта аласың? Қызық нәрсе шығар, бірақ өзіме кейбір кезде тіпті календарда отырып уақытым жетпей кететін сияқты болады. Бәрін істеп үлгеру керек, тірлік бітпейді, жұмыс бітпейді. Сол кезде календарда ақша қаражат бөлмен, бірақ me time деп жасадым. Me time деген ол өзіме бос уақытты заңды түрде бөлген деймін да.
соны көрген кезде блог жасадым. Бұл ештеңеге арналмайды, тек өзіме ғана. Ол кезде мен шынымен де кітап оқығым келеді, сурет салғым келеді, кино көргім келеді, бір нәрсені ақтарып зерттегім келеді. Өзіме ғана арнап, жұмысқа арнап емес, біреу үшін емес, басқа тірлікті бітіру үшін емес. Сол шешім шығар, инвестиция деп айта аламын ба, білмеймін. Уақыт инвестициясы ғой. Уақыт, жақсы, өте дұрыс. Күшті. Екінші сұрақ, ол өзің бір айтайық досыңа, танысыңа бір сыйлағың келген бір 3 кітапты айтсаң мысалы. Айтуға болады. Қазіргі таңда оқып жатқан кітабым Behavior деген кітап. Ол мидың жұмысын түсіндіреді. Не себепті және қандай гормондарды аламыз, олардың заңдылығы қандай, әрекеттілігі қандай. Ол жерде бір мысал, қарнымыз ашқан кезде ашуланамыз ғой. Соның түсіндіру бойынша кезінде адамдар аш бола бастаған кезде төбелесуге дайындалады екен тамаққа. Сол табиғатта генға сіңіп қалғаннан қазір кез келген адам қарны ашса көңіл түсіп кішкене бір агрессия пайда болатын сияқты да. Соны химиялық түрде, биологиялық түрде миды түсіндіреді. Соны түсінгеннен әлі оқып жатырмын. Кішкене қиындау тілі маған, бірақ қайталап оқуға дайынмын. Сол бірінші кітап. Екінші кітап жай ғана Atomic Habits, бәрінің ойында деп ойлаймын. Өте жақсы түсінікті көрсетілген. Кейбір кезде бір хабиттардан құтыла алмай жүрген кезде сол кітаптан қарап түсіндім да, біраз нәрселерді. Әдет қалыптастыруға өте күшті. Және үшінші кітапты айтатын болсақ, The Body Keeps the Score деген кітап бар. Оны қазір аудио түрінде оқып жатырмын. Қазірге ұнайды, бірақ аяғына дейін қандай болады екен, бірақ оның түсіндіру бойынша біз көп нәрсені кейде подсознание дейді ғой, подсознание сақталып қалатын түп сана сақталып қалатын заттар бар, бірақ денеде сақталып қалатын сәттерде өте көп. Себебі кейбір кезде қысымдар ол бекер емес та, ол деген денеден шықпай қалған эмоциялар болуы мүмкін. Сол физиологиялық тұрғыда сондай нәрселерді зерттеп қараудамын, себебі өзімде кейбір нәрселерді байқайды екенмін. Қызық, сондай сұрақтарға жауап. Кейбір мысалы аурулар, немесе қысымдар, немесе осы бір бекер емес. Ана неге келеді екен, психологияда психосоматикаға келеді екен кішкене. Психосоматика деген бір бөлім бар ғой. Ол мына жерің ауырса, значит сен андай травмаң бар, мынандай түсіндіріп береді. Ондайға толыққанды сен кіріп кеткен жоқпын, бірақ сонда да кейбір нәрселерді түсіндірген кезде, осылай болуы мүмкін екен ғой деп жауабын табу, ол да қызық көрінеді екен. Күшті, жақсы, керемет, жақсы өте кітап оқып көрейік. Және де өзім былай айтайын, соңғы бұл сұрақ, осы қалада, мысалы сен тұратын Саннивейл болсын, Калифорния болсын, Астана болсын, қазір болып жатқан бір үлкен баннер бар. Ол баннерда ақ холст, ештеңе жоқ. Ол сенікі. Қандай месседж қояр едің, қандай бір сөйлем, бір ой тастар едің? Бірнеше ойлар бар. Оның бірін айтатын болсам, қателіктерді қайталамауға тырыс. Қателік көп болу керек, қайталамауға тырыс деп айтар едім. Немесе екіншісі өмірден көбірек тәжірибе алып үлгер деген сияқты шығар. Сондай бір екі альтернатива бар, сондай ойлар. Ана ойға келіп отыр, бізде Бақытжан Бұхарбай деген кісі келді, сол кезде мынандай фразаны айтты: болып тұрады, бірақ болмау керек деген. Сондайға келу мүмкін. Күшті. Сол достар, көп рахмет. Бүгін бізде қонақта Арай Сабыржан, осы кереметтей уақыт өткіздік. Арай, саған көп рахмет тағы да. Ал біздің тыңдармандарға айтарым, бізге осы подкастты бөлісіп, Арайға Инстаграм парақшасы бар, LinkedIn тағы басқа парақшаларын жазылып, біздің арнамызға жазылып, пікір қалдырып, және де бөлісіп тұруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кездескенше, көңіл жақсы. Көп рахмет. Рахмет.